Сәлеметсіздер балалар. Алматы облысы Талдықорған қаласы нөмір 2 орта мектеп коммуналдық мемлекеттік мекемесінің география пәнінің мұғалімі Айдарханов Тілеубек Өмірзақұлы. Жаратылыстану 5-ші сынып. Сабақтың тақырыбы экожүйелер түрлері. Мақсаты экожүйе түрлерін жіктеу. Оқыту мақсаты экожүйе түрлерін жіктеу, табиғи және жасанды экожүйені салыстыру. Мақсатқа жету үшін экожүйенің қандай түрлері барын, әртүрлі экожүйенің ерекшеліктері неде екенін білу керек. Экожүйе дегеніміз тірі ағзалар өмір сүретін, табиғаттың өлі бөліктермен қарым-қатынас жасайтын жанды және жансыз бөліктер арасындағы заттар айналымы. Бұл терминді 1935 жылы Тенсли ұсынды. Экожүйе тірі ағзалар жиынтығының қоректену, өсу және ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістігін бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі. Экожүйе құрамына организмдерде табиғи ортада да кіретін тірі табиғаттың негізгі функционалдық бірлігі болып табылады. Экожүйенің құрылымын энергияны трансформациялаудың 3 деңгейі консументтер, продуценттер, редуценттер мен қатты және газ тәрізді заттар айналымы құрайды. Экологиялық жүйелер туралы ұғымға алғаш рет 30 жылдары Тенсли түсініктеме берді. Экожүйенің қасиеттері өздігінен реттелу, ол әртүрлі дарақтар санының белгілі, салыстырмалы, тұрақтылық деңгейде сақталуын көрсетеді. Экожүйенің негізгі көрсеткіші мыналар: түр, алуан түрлілігі. Бұл тап осы экожүйедегі түзілетін өсімдіктер мен жануарлардың саны. Популяция тығыздығы тап осы түр дарақтарының аудан өлшем бірлігіндегі немесе көлем өлшем бірлігіндегі, мысалы планктондар үшін мөлшері. Биомасса энергиясы бар дарақтардың толық жиынтығындағы ағзалық заттардың жалпы мөлшері. Әдетте биомасса аудан немесе көлем өлшем бірлігі мен құрғақ затқа шығып, масса өлшем бірлігі де көрсетіледі. Экожүйелер тірі организмдерден және тіршілік ортасы, жанама атмосфера және биожанамадан топырақ, су айдыны және тағы басқалардан құралады. Экожүйелер кейде бір-бірінен жеке болса, кейде екі жүйенің арасы бір-бірімен байланып жатады. Екі жүйенің мысалына көлдер, орман алқаптары және тағы басқа жатады. Экожүйелерден биомаларды ажырата білу керек. Биомалар жоғарыда айтып кеткендей, белгілі бір географиялық аудандардағы ауа райы және топырақ белдемдерінде кездесетін организмдердің едәуір ауқымды бірлестігі. Экожүйе шығу тегі бойынша табиғи экожүйе, жасанды антропогендік экожүйе болып бөлінеді. Біздің ғаламшарымызда әртүрлі экожүйелер бар. Экожүйе белгілі бір түрлерге шектеледі, бірақ биосфераның осы әртүрлі бірліктерін біріктіру мүмкін емес. Сол үшін де экологиялық жүйенің бірнеше шектемелері бар. Мысалы, оларды шығу тегіне байланысты шектейді. Бұл табиғи экожүйе. Оларға зат айналымы адамның ешқандай араласуынсыз жүзеге асатын құрылымдар жасады. Жасанды антропогендік экожүйе адамның іс-әрекетінен пайда болған және әрі қарайда адам іс-әрекет арқылы жүзеге асады. Жасанды экожүйелер адамзаттың пайдасы үшін қоректік, азық-түлік, таза ауа және басқа да өмір сүруге қажетті өнімдер түрінде өндіріледі. Табиғи экожүйе: батпақ, жайылым, орман күн қуатын алады, түрлендіреді, жинайды, оттек өндіреді және көміртек қос тұтығын тұтынады. Құнарлы топырақты құрайды, су жинайды, тазартады және біртіндеп тұтынады. Жабайы табиғаттың әртүрлі
түрлерінің тіршілік ететін жерлерін құрайды. Ластағыштар мен қалдықтарды ақысыз сүзеді және зарарсыздандырады. Өзін өзі қорғау және өздігінен қалыпқа келу қабілеті бар. Антропогендік экожүйе: дала, зауыт, үй. Қазба және ядролық отынның қуатын тұтынады. Қазба отынның жануы кезінде оттегін тұтынады да және көміртек диоксидін өндіреді. Құнарлы топырақтар үшін қауіп қатер төндіреді немесе жұтаңдатады. Суды көп тұтынады, оны ластайды. Жабайы табиғат түрлерінің тіршілік ету жерлерін құртады. Халық есебінен зарарсыздануы қажетті ластағыштар мен қалдықтарды өндіреді. Тұрақты қолдау және қалыпқа келтіру үшін үлкен шығынды қажет етеді. Сіздерге осы алдағы берілген мәтін бойынша тапсырма: параграф мәтінмен танысып, иерархиялық кестені толтыр. Экожүйенің әртүрлі қысқаша сипаттама бер. Ойланып, ең үлкен табиғи экожүйені ата. Төменде қайсы суреттер жасанды экожүйеге, қайсы табиғи экожүйеге жататынын анықта. Әр экожүйеге мысал келтір. Мына суретте берілген. Осыны пайдалану. Экожүйелер көлемі бойынша бөлінеді. Микро экожүйе, мысалы құлаған ағаш діңі немесе ормандағы алаң. Мезо экожүйе, орман массиві немесе даладағы шоқ ағаштар. Макро экожүйе, дала, теңіз. Ғаламдық деңгейдегі экожүйе, жер ғаламшары. Тапсырма мәтіннен соң екі жүйелер арасында өзара байланыс бола ма? Қалай ойлайсың? Жауабыңды дәлелдеп, экожүйені сызбаға бөліп жаз. Әр экожүйедегі тірі организмдерге өндірушілер, тұтынушылар, бүлдірушілерге мысал келтір. Осы жерде мына берілген шеңберді пайдаланамыз. Ішкісіне микро, орталық бөлігіне мезо, одан кейін макро және сыртқысына ғаламдық деңгейдегі экожүйелерді жазамыз. Оған мына суреттегі берілген мәліметтерді пайдаланамыз. Үйге тапсырма: экожүйе тақырыбын оқу, интернет желісіне сілтеме.